Сәлем құрметті оқырман, мен сіздерге Айдар Темірбекұлының "Күнеден қалған ескі сөздер" әңгімесінің жалғасын ұсынамын. Қаншықты өлекшін атауы өлермен деген мағынада айтылған, өйткені бөлтіріктерінен айырылған қаншық кек қайтару жолында айқасып өледі, не болмаса тамақ жемей құсадан өледі. Мұндай әңгіме болғанда кеткен малдың шығынынан гөрі қырғын салған бөрінің айлакер қайсарлығын тамсана айтысады. Қазақ өзіне адал болған итті дос санайды, әрі жеті қазынаның біріне жатқызады. Солай бола тұра, не нәрсенің жаман итке теңейді? Иттік жасадың деп ренжіп те жатады. Бірақ астындағы жалғыз атын жеп кетсе де, қасқырды жамандамайды. Керісінше, жігіттің жүректісін, қайсарлысын қасқырдың көкжалына теңеп жатады. Түгел түркі түбің бір, түп атаңыз көк бөрі деп бөрі сөзін қастерлей айтысады. Қасқыр өте айлакер, жыртқыш аң деп бастайды қария әңгімесін. Бірақ оның айласы түлкінікіндей сасық қулық емес деп жақсы мен жаманның аражігін аша сөйлейді. Қасқыр қасындағы көршіге қастық қылмайды, жемтігін алыстан іздейді. Нағыз қасқырдың абаданы өлексе жемейді. Аузолымен бет-бе-бет айқасады, аяқтыны аңдып алады. Қыс мезгілі еді. Мына өзіміздің Таушағаның өзенін өрлей жүре отырып, сол жақ қапталдағы кезге шықпақ болдым. Биік кезге таянғанымда бір қасқыр жер астынан шыққандай пайда бола кетті де жалт беріп қаша жөнелді. Қолымда қаруым жоқ болған соң, қалың қарда омбылап соңына қуғым келмеді. Кездің үстіндегі әлгі қасқырдың шыққан жерін барып көрсем, қалың қарға көміліп жатқан екен. Айнала іздерінен өздері бірнешеу болған байқадым. Енді бір сәлдесін қарасам, төменгі жақтан тасырлай жүгірген бір топ арқар мен тұрған кезге қарай салып келеді. Соңында екі қасқыр қуып келеді. Мен кезден жылыстау, аулақтау тасаға тығылдым. Арқарлар мен тұрған кезден асып өтіп, қарсы беттегі биік тауға тікесінен салды. Қасқырларды одан әрі қумадым. Кері бұрылып кетті. Сырттарынан дүрбі салып бақылай бастадым. Таудың қарсы бетінен үшінші қасқыр шығып, бұларға келіп қосылды. Бұл әлгі менен қашқан қасқыр болса керек. Енді арқарды қуған екі қасқыр әлгіні жабылып талай бастады. Алыстан бақылап тұрған мен жағдайды сонда барып түсіндім. Бұлар мен шыққан кезге бір қасқырды қармен көміп кеткен болып шықты. Қалған екеуі арқарларды қақпайлай кезге қарай қуады. Сол кезде қар астындағы қасқыр атып шығып біреуін басып қалады. Әлгі қасқырдың талануы жоспарлары жүзеге аспай қалғандықтан болса керек. Орныңнан неге кеттің дегендей ашумен талаған болар. Ойпырмайдың айласы аңшы адамнан несі кем деп таңдай қағысып жатады естіген ел. Бұл алқа қотан отырған ақсақалдар әңгімесінің бір қайырымы ғана. Одан әрі ел тағдырына қатысты өзекті мәселелерді толғанады. Сол уақыттағы ел билігінің іс-әрекеттері, соғысқа дейінгі, одан бергі қазақтың көрген қиыншылықтары жайлы да күңірене айтысады. Алдағы қысты жазғы шілдемен салыстыра отырып болжайды. Киіктердің күйекке түсетін уақытымен
киіктің матауы есептеп, көктемдегі құралайдың салқыны болар күнді де дөп басып айтып отырады. Шаруаларына жаңа айдың туысына қарай қамдайды. Ақпан айының бөрі сырқақ аталатын боранды күндерінде қасқырлар ұйығады. Наурыз айы келгенмен әлі 5 қонақтың суығы бар деп сақтанып отырады. Отамалы өтпей мал отқа тойынбайды дегенді де айтады. Сәуір айының ортасын ауа найзағай жарқылдаса, қызырдың қамшысы шыртылдады, қыс кетті деп есептейді. Жылқы пысқырынса, жаңбыр жауады деп астындағы атына қарап күн райын болжай береді. Енді ойлап қарасам, сол кісілер нағыз кеудесі шежіреге толған көне көздер екен-ау деймін. Ой толғамы орамды, айтар сөзі салмақты, пайымы парасатты. Әңгіме айту мәнерінің өзі қандай керемет, аспай, төкпей, кәнігі жүрдек аттай бір елгі сыдыртып отырады ғой. Тап-таза көкірек көзден бұрқылдаған қара сөздің қайнар бұлағы дерсің. Бір айтқан әңгімені екінші қайталамайды. Таңды таңға ұрғанда тыңдаудан бір жалықпайсың. Құрметті оқырман, осындай әңгімелерді тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, пікір жазып кетулеріңізді сұранамын. Мені тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.